25 және 26 сұрақтарға жауап беру үшін төмендегі ақпаратты пайдалан дейді. Төмендегі фигура үш бірдей кіші ширек шеңберден және үш бірдей үлкен ширек шеңберден құралған дейді. Яғни мынау бірдейлер мынау бірдей өзара. Одан кейін мыналар тоже өзара бірдей. Мысалы мына аудан несін радиусын x деп алайын, одан кейін y деп алайын, одан кейін x деп алайын. Демек, теңдеулер жүйесін былай құрсақ болады. 2x қосу y қосу 6 нешеге тең? 57-ге тең. Келісеміз ба? Яғни барлығы 57. Одан кейін мынау y, мынау x. Және x-тен бастайық. X қосу 2y тең 57. Балар, біз не істедік? Бұл жерде өрнектеп алдық қой осылай. Енді ары қарай мынаны былай кішкене бір жүйелі жіберсек болады. 2x қосу y тең 51. X қосу 2y тең 57. Енді алайында мынаны 2-ге көбейтіп жіберейін. Тек қана үстіндегісін. Y-тер теңестіріп алайық сөйтіп. 4x қосу 2y тең 102. X қосу 2y тең 57 болып тұра береді. Азайтамыз. Мынадан азайтсақ 3x болады. Y пен y жойылып кетеді, 2y-тер. 102-ден 57-ні азайтсақ 45. X тең 15. 15 деген бізде қайсысы? Кіші ширек. 15 екен. Ал үлкен ширектікі қанша? 15, 57-тен 15-ті аламын. Яғни 15 қосу 2y тең 57 деп жазып аламын. Осы жерден 2y там 57-тен 15-ті азайтатын болсақ 42, y тең 21 болады екен. Бізден қазір сұрап жатыр кішкентайын. Кішкентайы 15 шықты. Кіші ширек шеңбердің радиусы. Фигураның периметрін тап дейді. Мына жерде енді бізге біраз не қылу керек. Периметр деген жалпы сыртқы қабырғалардың қосындысы. Мысалы, мен қазір бүйтіп салып шығатын болсам, осы бізде осының ұзындығы периметр деген сөз ғой. Енді қараңыздар, мынандай бір доғадан неше тұрады? Біреу, екеу, үшеу. Сосын мынандай доғадан біреу, екеу, үшеу. Сосын мына жерде 6 бар, одан кейін мыналар радиустары бар, иә. Осыларды тоже не істеу керек? Қосу керек. Бұларда 3-тен екен. Мысалы, біз периметрін табу үшін бүйтсек болады. 6 деп алайық бірінші, сосын 3 қосу 15 дейік. Бірінші мына бір бөліктерін, радиуспен жүрген бөліктерін айтып отыр. Одан кейін қосу 3 көбейтілген 21 деймін. Енді бізге ана дөңгелектердің несі керек? Ұзындығы керек қой. Мысалы, дөңгелектің ұзындығын, яғни периметр деген осы ұзындығы формуласы c тең 2πr. Сонымен табатын болсақ, 2 көбейту 3 көбейту 15 дейміз. 90 болады. Бірақ 90-ның бізде 4-тен 3 бөлігі ғана бар. Бұл c1 болсын бізде, c2 бізде 2 көбейту 3 көбейту 21. 42 126. Бұның да 4-тен 3-і. Яғни қосу 4-тен 3 көбейту 90 болса, қосу 4-тен 3 көбейту 126 болады екен. Енді осыны ары қарай есептейік. 6 қосу 45, қосу 63 дейміз, қосу 90-ның 4-тен 3 бөлігі қаншаға тең? 4-ке бөлетін болсам, 22,15 бола ма? 22,15, оны 3-ке көбейтсем, 67,15 болады. 126-ны 4-ке бөлетін болсам, 41,15, 31,15, оны 3-ке көбейтсек, 31,15 көбейтсек, 94,15 болады. Енді осының бәрін қоссақ. 45-ке 6, 51, 114 болып тұр мына жер. Мына екеуін қосып жіберейік. 150, 95, 162. 162-ге қосамыз 114-ті. Болады 276. Бар ма ондай жауап? Бар екен. Яғни периметрін табу үшін бәрібір бізге y керек, иә?
Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттерден анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз, біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. 28. Төмендегі фигура үш түрлі шаршы мен үшбұрыштан жасалған. Үшбұрыштың периметрі 24. Бұл жерде енді қай жерде үшбұрыш көріп тұрық, ол мынау бізде. Осының периметрі 24. Мынау А, мынау Б, мынау С болсын. Өйткені олардың ешқайсысы белгісіз. Демек, А қосу Б қосу С неше екен? 24 екен, иә? Енді қараңыздар. Бізге нені табу керек? Бізге периметр. Периметрді табатын кезде былай сызып алған дұрыс. Былай сызып алған дұрыс. Яғни осы қызылдың ұзындығы керек қой. Мысалы, мынау А десем, келісесіңдер ма? Өйткені бұл шаршы ғой. Мынау Б. Мынау С. Демек, осы қызылдың периметрі, ол бізде 3А, қосылған 3Б, қосылған 3С. Сонда қанша болады барлығын? Енді 1А, 1Б, 1С тең 24 болса, ол 3-3-тен болған кезде қанша болады? 24 көбейтілген 3 болады. Сөйтеді 72 болады екен. Түсінікті? Көбісі мысалы ойлайды осы жерде 96 деп. Өйткені 96 емес, себебі периметр деген ол былайынан қиғаштан жүре алмаймыз біз. Периметр деген тек сыртқы қабырғалардың несі? Осының д-сы.